Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, төмендегі колокольчикке басып қойсаңыздар болады. Бүгінгі біздің тақырып ол жыныстық қатынастың топ 6 пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Жыныстық қатынастың бірінші пайдасы ол иммуноглобулин А-ны көбейтеді. Яғни иммундық жүйені, иммуноглобулин А деген ол именно грипптарға қарсы иммундық жүйені көтеру. Яғни неге вирустық ауруларға қарсы иммунитет көтеретін болады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша тұрақты жыныстық қатынас аптасына 2-3 рет қатынасқа түсіп отырса, иммуноглобулин А-ны 30% кейін көтереді екен. Яғни тұрақты қатынасқа түсіп отырған еркек вирустық аурулармен, гриппен, ОРВИ-мен аз ауырады екен. Екіншісі, ол бас ауруды азайтады. Мысалы, мигрен, ғалымдардың зерттеуі бойынша кішігірім бас ауру, мигрен ауруын тұрақты жыныстық қатынасқа түсу арқылы азайтса болады екен. Сол үшін, егер басыңыз ауырып отырса, тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отыру пайдалы. Үшіншісі, ол антидепрессант, яғни стрессқа қарсы төзімділікті жоғарылатады. Ол жыныстық қатынасқа түскен кездегі гормондардың бөлуінің арқасында тұрақты жыныс қатынасқа түсу арқылы бөлінетін жаңа гормондардың көмегімен стресске, депрессияға қарсы төзімділікті арттырады екен. Төртіншісі, ол жүрек қан тамыр жүйелері мен инфаркт ауруы, инсульт ауруларын 2 есеге төмендетеді екен. Ол қалай жүреді? Қатынасқа түскен кезде бізде пульс жиілейді, давление жоғарылайды. Пульс жиілеген кезде ол как мүше, жыныстық мүше, ол как моторчик ретінде қанды давлениені көтеру арқылы денедегі қанды айналдырады. Сол арқылы ол жүрек ауруларының профилактикасы ретінде жүреді. Сол үшін егер жүрегіңіз ауырмағанын қаласаңыз, инсульт болмағанын қаласаңыз, онда тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отыру керек. Бесінші пайдасы ол қуғасты безінің аурулары мен оған кіретін рак, аденома, простатиды төмендетеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша айына 21 қатынастан жоғары қатынасқа түсіп отырса, простата рагын ойламай қойса болады деген тұжырымдар бар. Алтыншы пайдасы ол өмірін ұзартады и салмақты азайтады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бір қатынас ол 15 минуттық жүгіргенмен тең. Яғни тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отырса, тұрақты спортпен айналысып отырғанмен тең болады. Яғни күнделікті жүгіріп отырғанмен тең болады. Сол үшін егер өміріңізді ұзартқыңыз келсе, немен айналысу керек екенін білесіздер. Бүгін біз жыныстық қатынастың пайдасын айтып кеттік. Бірақ бұл жыныстық қатынас кез келген адаммен кездейсоқ қатынастарды емес, өзіңіздің тұрақты әйеліңізбен түсу керек екендігін ескертемін. Себебі келесі видеоларында кездейсоқ қатынастардың зияны жайында айтып кетемін. Сол үшін бұл жерде қатынас тек қана өзінің әйелімен болатын қатынас екенін ескертемін. Осы YouTube каналында жаңадан шыққан видеоларды өткізіп алмас үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және келесі видеоларда қандай пайдалы ақпаратпен бөліскенімді қалайсыз, соны комментарийға жазып кетіңіздер.